Сәлеметсіңдер ме оқушылар, өзін-өзі тану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дербестік және жауапкершілік. Құндылығы дұрыс әрекет, қасиеттері дербестік, жауапкершілік. Бүгінгі сабақта сен дербестік және жауапкершілік ұғымдары туралы түсінік аласың. Дұрыс әрекет жасауды ұғынасың. Үйге берілген тапсырма: Тулаға ертегісін оқып келу. Балалар, ертегі бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ертегі не туралы? Толағай атты бала туралы. Екінші сұрақ: балаға неліктен Толағай деп ат қойды? Алтын айдарлы алып бала жыл санап емес, күн санап емес, күн санап ер жеткендіктен туған туысқандары оны көз тимесін деп Толағай деп атады. Үшінші сұрақ: Толағай не үшін тауды арқалап әкелмекші болды? Толағайдың ауылы жазық, бұлт үйіріліп тоқтайтын тауы жоқ, жаңбыр жаумайтын болғандықтан тау әкелмекші болды. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі: жауапкершілікті сезінуден жан атаулы биік дейді Стефан Цвейг. Дербестік дегеніміз не балалар? Дербестік дегеніміз алдына мақсат қоюға көмек беретін және сол мақсатқа жету жолдарын таба білетін, қабылдаған шешімдерді орындай алатын адамның қасиеті. Дербес адам туындаған жағдайды өз білімімен, сеніммен, қабілетімен шешуге тырысады. Жауапкершілік дегеніміз адам бойындағы белгілі бір істі өзіне тапсырылған міндетті орындап жүзеге асыруынан байқалатын адамгершілік қасиеті. Әр істі жауапкершілік. Тұмаржан 5 жасқа толғалы әрбір істі өзім істеймін дейтін болды. Анасынан сыпырғышты алып: Апатайым, еденді өзім сыпырам, сыпырғышты маған беріңіз. Міне, былай сыпырам. Жарығым, талабыңнан айналайын, 5 жасқа толдым, көмекшім болдың. Еденді сыпырып болдым анашым, мені әжеме шай берем. Аяжан ананың әдемі жүзі құлпырып кетті. Мақұл бұдам, әжеңем өрік, мүйіз, қан, жұмсақ нан. Анашым, әжеме асты тамақ беруді білем, сіз жұмысқа бара беріңіз. Қамқорлығымнан айналайын бұдам. Қамқорлығымнан айналайын бұдам. Әжетай, сізге шайды өзім қайнатып берем. Қамқорлығымнан айналайын бұдам. Мен бұлай байқаймын ғой. Тұмаржан каспиштің отын тұтатам деп байқаусызда қолын, саусағын отқа шалдырып алды. Бірақ ол әжесіне білдірмей от жағған саусағын аузына салып, ештеме сезбегендей болды. Жарығым, ол саусағымды күйдіріп алған жоқсың ба? Жоқ, әншейін. Енді каспишті жағуды үйрендім. Тұмаржан шұқылықтап күлгенде әжесі қоса күледі. Өзімнен тілі істегеннен айналайын жарығым. Әсем әжесі немересінің маңдайынан сүйіп қуанып қалады. Тамаша жарайсыздар оқушылар, рахмет сіздерге.